аспан жерді жаратпай тұрып, 50 мың жыл бұрын біздің тағдырымызды жаратқан болса, біздің дүниеге келетінімізді, дүниеден өтетінімізді, қабірде жататынымызды, жәннатқа баратынымызды жазған болса, біз соған міндетті түрде мұсылман болғаннан кейін сенуге тиістіміз. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде баяндайды, қала Аллаху Тағала: "Ин қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун." Садақаллахул азим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей Мұхаммед, сен үмметтеріңе айт" дейді. "Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун." Біз Алла тарапынан келдік, және Алла тарапынан қайтамыз. Күндердің күні қайтамыз. Біреу 100 жыл өмір сүреді, біреу 90 жыл өмір сүреді, біреу 50 жыл өмір сүреді, біреу 20 жыл өмір сүреді. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде мынау Рахман сүресінде: "Қала Аллаху Тағала: Күллу ман алайха фан" деп. Бұл дүние жалған дүние деп. Жаңағы айтқан, біз күндердің күні Алла тарапынан келгеннен кейін Аллаға қайтамыз. Бұл дүние сонысымен жалған. Дүние жалған болғандықтан, біз жалған дүниеде өмір сүріп жатқандықтан, Алла Тағала адам баласына не берді? Адам баласына сезу үшін жүректі берді. Өмірді қызықтау үшін ақылды берді. Осы өмірден біз босқа уақытымызды жалған дүниеде өткізмес үшін біз ақыретке сенгендіктен үшін, Аллаға сенгендіктен үшін ақыретке біз азық жинауымыз керек. Ақыреттің азығы бұл дүниедегі үйіміздегі күмісіміз, алтынымыз, салған кәтеж, болмаса жинаған ақша, ол емес. Біздің ақыретке жинайтын азығымыз Алланың бұйрықтарын орындау. Сол Алланың бұйрықтарын орындау арқылы ақыретке біз азық жинаймыз. Енді қасиетті Қалид түріне келетін болсақ, қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Қала Аллаху Тағала: Таназзалул малаикату вар-рух фиха би'изни раббихим мин кулли амрин салам хатта матлa'ил фajr." Садақаллахул азим. Таназзалул малаикату вар-рух. Қалид түні Жәбірейіл періштеден бастап, барлық періштелер жер бетіне Алланың би'изни раббихим деп тұр Құранда. Алланың рұқсатымен жер бетіне назыл болады, енеді. Жер бетіне енген кезде, жер бетінде қаншама мұсылман баласы өзінің алтын уақытын бөліп, өзінің ұйқысын, өзінің күш қуатын ұйықтамастан, нәпсіне берілместен, осындай бас қосып отырған кезімізде періштелер не істейді? Біздің бүгінгі амалымызды жазады. Құранда не дейді? "Хайрун мин алфи шаhr" дейді. Кімде-кім қасиетті Қалидтің қарсы алатын болса, құрметтейтін болса, Алланы еске алатын болса, бұл айдың өзі, бұл түннің өзі, мұның қадір қасиеті, мұның сауабы 1000 айдан артық деп Алла уәде беріп тұр. Сондықтан біз Алла нәсіп қылғасын, осында бас қосып отырмыз. Сөздің басында айттық қой, Алла Тағала аспан дүниені жаратпастан бұрын, 50 мың жыл бұрын тағдырды жазған екен деп. Біздің тағдырымызда осында құлшылық жасауда, Алланы еске алуда қадір түнін жазған екеніне келіп отырмыз. Егер де адам баласына тағдырына жазылмаса, адам баласы сол жақсылыққа әрекет жасамаса, адам бүйтіп басына ақ тақиясын киіп, дәретін алып мұнда отырмас еді. Мұның барлығы ол әр адам баласының өзінің Аллаға деген махаббатының арқасында, пайғамбарды сүйгеннің арқасында, ақыретке иман келтіргеннің арқасында, оразаның парыз екенін білген арқасында біз осында отырмыз. Егер біздің жүрегімізде Аллаға деген махаббат болмаса, Құранда хақ деп түсінмесек, пайғамбарымызға біз ізбасар болып артынан ермесек, оның жолын ұстамасақ,
Biz qasiyetli Ramazan ayının qadrini bilmesek, biz burada oturmaz edik. Soğan biz ne istemiz gerek? Allah'a şükür, alhamdülillah demiz gerek. Bu Құдайға şükürшілік жасаудың өзі, алғашқы Адам алейхиссалам Алла Тағала жаратып, ол кісінің бойына жан беріп, рух берген кезде алғашқы айтқан сөзі не еді? Алхамдулилlah. Алла Адам алейхиссаламға Адамның атасы алғашқы пайғамбардың бойына рух беріп, жан берген кезде алхамдулилlah Аллаға шүкір жасады. Біз сол Адамның алғашқы пайғамбардың бұлайша айтқанда зүрияты дейміз, ұрпағымыз. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алдындағы пайғамбарлардың жамағатына, оның артына ергендерге, сол кездегі өмір сүрген адам баласына Алла Тағала бізге адамдар көптің өмір берді. Нух алейхиссаламның өзін көз алдымызға елестетін болса, 950 жыл өмір сүрген Нух пайғамбар. Оның қасындағы жамағаттары, пайғамбарымыз саллаллаху дейінгі сахар пайғамбарлардың барлығына Алла ұзақ өмір берді. Бірақ біздің пайғамбарымыздың ақыр заманның пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху үмметіне Алла өмірді аздау берген екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху bir күні құбылаға қарап, Алладан сұрап дейді. Я Рабби, энни амали мин уммати деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху Алладан сұраған кезде, Я Раббым, менің үмметімнің өмірі аз ғой, оның жасаған құлшылықтары, оның істеген сауап амалдары ертең жәннатқа кіруіне себепші болар ма? Деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху Алла Тағала уәде берген екен. Сенің үмметің мұсылман баласы кез келген жақсы амалды істесе, соның жасағаны үшін бір жақсылық жасайтын болса, бір жақсылығына екі сауап берем деді Алла Тағала. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху оған қанағат жасамай, ол менің үмметімнің өмірі аз болғандықтан, оның жасаған кез келген амалына бір сауабына екі сауап беретін болсам, ол азды қылады дегенде пайғамбарымыз саллаллаху Алла Тағала уәде берді тағы. Мұсылман баласы жақсылық жасасын, кез келген жасаған жақсылығына, амалына бірге 10 есе сауап береді деді Алла Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху өзінің заманының тірі кезінде міне біздердің осы артынан мұсылман жамағаты болып, біздерден кейін де мұсылмандар ары қарай жалғасатынын біліп, біз үшін не істеп, Алладан сұрап, біздің өміріміздің аз екенін сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху сезді. Күнделікті қарап жатсақ, 20 жастағы үйленбеген жас жігіттер түрлі жағдайларға байланысты дүниеден өтіп кетіп жатады, дұрыс па? Ол ненің белгісі? Ол сол пайғамбарымыз саллаллаху менің үмметімнің өмірі аз болды деп Аллаға жалбарын сұраған кезде манағы аятта айтқандай, сенің үмметің жақсылық жасасын, бір жақсылығына 10 жақсылық, бір сауабына 10 сауап жазам деді. Сонда да пайғамбарымыз саллаллаху үмметі үшін, сіз үшін Алладан тағы да сұрады, ол да еш нәрсе болмайды деді. Сонда Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде келіп, қала Аллаху Тағала ажрухум биғайри хисаб деді. Яғни мұсылман баласы сенің үмметің жақсылық жасасын, амал істесін. Ажрухум биғайри хисаб, оның жасаған жақсылығы үшін есепсіз сауап береді. Алдында бір сауапқа, бір амалға 2 сауап беретін болса, екіншісінде 10 сауап беретін болса, артынан Алланы ал деді, ажрухум биғайри хисаб деді. Есепсіз мен сауап берем деді. Егерде мұсылман баласы ықылас ниетпен Алланы еске алатын болса. Пайғамбарымыз саллаллаху өз өсиеттерінде айтып, ла ядхулул жанната хатмун дейді.
Rajanna ilermanlar. Cennete kimler yakınlamaydı dedi. Cennete kimler kirmeydi dedi. Cennetke özü saran жасаған жақсылығын міндет қылатын адамдар жәннатқа кірмейді. Біз мұсылман болғаннан кейін бір жетім жесірге, қарып кесірге, үлкендерге кез келген жағдайда біз жақсылық жасайтын болсақ, ақшалай көмек беретін болсақ, тілдей көмек беретін болсақ, біліміміз болса, білім беретін болсақ, кез келген жақсылық жасаған кезде оны біз мәннән дейді пайғамбарымыз сызған. Міндет қылмауымыз керек. Мен саған жақсылық жасап едім. Егер де біз міндет қылатын болсақ, біздің жасаған жақсылығымыз сауап болмайды да біз жәннатты жақындамай қаламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында мұсылмандар қандай болды? Тіпті күн батар кезде, кешке адамның көзі түспейтін кезде, қараңғы кезде барып жақсылықтарын жасайтын еді. Неге? Жасаған жақсылығын өзге адамдар көрмесін деді. Сондай тақуа болған. Біздер не істейміз? Бір туысқанымызға жақсылық жасайтын болсақ, оны үйлендіретін болсақ, оның үй салуына бір машина тасалып беретін болсақ, күндердің күні біз міндет қылып шығамыз. Арман, өткенде мен жақсылық жасамасам, сен далада жүретін едің ғой деп. Солай бір сөз біз қайталап айтатын болсақ, міндет қылатын болсақ, біздің жасаған жақсылығымыз бәрі жойылып кеткен. Сондықтан қолдан келгенше тек қана қасиетті Рамазан айында емес, әрқашанда біз жақсылыққа әрекет жасауға Алла насып болсын. Жақсылық жасаған кезде соны міндет қылмай қоймайды шамалы. Біз міндет қылатын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте жүгінетін болсақ, сауабымыздан айырылып қаламыз. Енді қазіргі таңда көптеген жастардың арасында пендешілікке барып жатады. Ол біз оразаны айтпайды, намазды айтпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім ықылас ниетімен тахаратта болып, қаблаға қарап, Алланың разылығын табу үшін Субханалла деген сөзді айтатын болса, оған жәннатта бір ағаш егіледі дейді. Ол Алланы еске алудың да, зікір салудың да өзінің бір тәртіп ережесі бар. Қазір не істейміз? Туалеттің жанында болсақ та, машина жөнінде жатсақ та, балақты тұрып аламыз да, Ассаламу алейкум, Субханалла деп шыға береміз. Сәлем берген жақсы. Субханалланың өзі Алла Тағаланың 99 атының бірі. Сіз Алланы еске алатын болсаңыз, дәретіңізді алып, мешітте болсын, үйде болсын, құбылаға қарап, жұмыста болсаңыз да бір шариғатта хушу хузу дейді. Алланы еске алған кезде алаңдамай Алланы еске ал дейді. Біз бұтымызға шортекте киіп алып, қасымызға келіп, аржан айтып, Субханалла, Алхамдулилла деп тұрса болып, ненің белгісі? Ол әдептілікке жатпайды. Ол этикаға жатпайды. Кез келген дұға, кез келген жасаған жақсылық қабыл болу үшін оның өзінің тәртіптері міндеттері бар. Сондықтан Алла Тағала адам баласына ақыл сана сезім бергеннен кейін біз не істеуіміз керек? Біз 11 ай бойы біреуміз ілім алу жолындамыз, біреуміз бала-шаға бағу жолындамыз. Әркім әртүрлі жағдайда, әркім тағдыры әртүрлі. Біреуміз қарауымыз, біреуміз мұғаліміміз, біреуміз мұнайшы, біреуміз дәрігер деген сияқты. Жыл 12 айымыз арпалыста боламыз. Қасиетті Рамазан айында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады: "Ман жаа Рамазана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Қасиетті Рамазан айы басталғанда, Рамазан айы келгенде, кімде-кім
иман мен қасиетті Рамазан айында ораза ұстайтын болса еді. Иман дегені Аллаға сеніп, үміт мақсатында ораза ұстайтын болса еді. Вахтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбиhi. Оның барлық біліп білмей істеген күнәларын Алла Тағала не істейді? Ғуфира лаху кешірді дейді. Мин замбиhi. Барлық күнәларын. Алла Тағала біздің қасиетті Рамазан айында бір жылғы біздің күнәларымызды кешіретін болса, неліктен біз қасиетті Рамазан айында ораза ұстамасқа? Біз қанша намаз оқысақ та, қанша жақсылық жасасақ та, адам баласы болғаннан кейін біз пендешілікке барып жатамыз. Біреуге қатты сөз айтып жатамыз, біреуге қолды жұмсаймыз, біреудің сыртынан ғайбат айтып жатамыз, көрмесін қасына болмастан. Мұның барлығы не? Мұның барлығы қателік, күнә. Бұл жайлар жинала береді. Қасиетті Құранда не дейді Алла Тағала? Қалаллаху Тағала Кираман катибин я'ламуна ма таф'алун дейді. Біз айттық қой, бір жыл бойы жалған дүниеде арқаласамыз. Өткен ораздан қазір ораза дейді. Кираман катибин оң иықтағы сол иықтағы екі періштені айтады Алла Тағала. Я'ламуна ма таф'алун. Біздің күнделікті жасап жатқан іс-әрекеттерімізді катибин періштелер жазып тұрады құрметті жамағат. Біз бір қателік жасайтын болсақ, сол иықтағы періште біздің қателігімізді түртіп тұратын кезде оң иықтағы періште сабырлыққа шақырады дейді. Сәл күтейік, мүмкін осы пенде райынан қайтатын шығар деді. Сол кезде біз біреуге артық сөйлеп, бір күнәға батып, пендешілікке барған болсақ, біз жылдан тәубаға келіп, астағфиралла деп, Алла кешір деп, есімізді жиятын болсақ, оң иықтағы періште, сол иықтағы періштені сабырлыққа шақырғандай, біз күнәға батпауымыз да мүмкін. Бірақ біз тәкаппаршылықпен, менмендікпен, көпіршілікпен өзіміздің айтқанымыздан қайтпайтын болсақ, оң иықтағы періштенің сабырлығын уақыты өтіп кетіп, сол иықтағы періште біздің іс-әрекетімізді күнәға жазуы мүмкін. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман лаху динун лайса лаху кейнун" дейді. Біреумен ұрысып қалған жағдайда, арыздасып қалған жағдайда, бер жағы 3 сағат, ар жағы 3 күнге дейін адам татуласу керек. Ман лаху кейнун дейді. Кімде-кім жүрегіне сақтайтын болса, сол ашу-ызасын лайса лаху динун дейді. Оның діні жойылды дейді. Егер де жаңа айтқан бер жағы 3 сағат, ар жағы 3 күнге дейін ол адам тәубасына келмесе, біз өзіміздің кішілерді кешіріп білмесек, үлкендерді құрметтеп білмесек, біздің бойымызда менмендік, тәкаппаршылық мінез болатын болса, әрине біз қанша жақсылық жасасақ та, өзімізді біз жөнге салмасақ, біз күнделікті жасаған іс-амалдарымыздан айырылып тұрамыз құрметті жамағат. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман лаху динун лайса лаху кейнун" дейді. Қолымыздан келгенше кішіпейіл болуға тырысайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдина қаласына қоныс аударып келгенде көптеген мұсылмандар дінге кірді, дінді қабылдады. Оның барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жақсы мінезінің арқасында, салмақты мінезінің арқасында, діни мінезінің арқасында көптеген мұсылмандар дінді қабылдады. Мұсылманның саны көбейді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көп өмір тарихында іс-әрекеттердің бірін айтатын болсақ, мына тарихта білесіздер, еврей деген ислам тарихында яһуди халық бар ғой, еврей халқы. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманынан бері мұсылманға дұшпан, исламға жау болып келген бір халықтың бірі. Олайша айтқанда, Алла сақтасын, Құдай қарғысаушылар бар. Ол пайғамбарды да мойындамайды, Құранды да мойындамайды, ақыретке де сенбейді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айының қасиеттілігі соншалықты, қасиетті Рамазан айында сол өзіне қаншама бөтен ой болып, дұшпаншылық жасайтын еврейлер келсе де жақсылық жасайтын еді. Бетін кері қайтармайтын еді. Сондықтан қасиетті Рамазан айында біз 11 ай бойы жүрегіміз кірлеп, жүрегіміз шаң басып, қасиетті Рамазан айында кірлеген жүректі, шаң басқан жүректі біз естуіміз керек, тазартуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ма анзалаллаху даъан илля лаху назала шифа" дейді. Алла Тағала жер бетіне қаншама ауруды жіберуі мүмкін, сол аурудың қасында қосымша шифасын да жібереді. Біз бүгін міне қасиетті Рамазан айын, қасиетті қадір түнін пайдаланып, жүректерімізді тазалауға тырысайық, құрметті жамағат. Жүректеріміз тазаланып та жатыр. Оған дәлел, біз басқа айлардың өзінде біреуге қатты сөйлеп, артық іс-әрекеттеріміз болатын болса, қасиетті Рамазан айында қатты сөйлеуді, артық іс-әрекеттер тиіп жатырмыз, дұрыс па? Қаншама жастардың өзі, біз осыдан 1-2 жыл бұрын жылында 15 мың, 20 мың күнтізбе шығарып тарататын болса, қазір 30 мың, 40 мың күнтізбе таратып, мешіттерді таратамыз жетпей жатыр халыққа. Ол ненің белгісі? Ол халықтың Аллаға жақындауының белгісі. Соның ішінде жастар, көбісі жастар. Күннің ыстығына қарамастан, ұзақтығына қарамастан, қазіргі таңда 17-18 сағатқа жақын біз Алланың разы болуы үшін ораза ұстаймыз. Мұның барлығы әр адам баласының көкірегінде иман ұялағаннан кейін Аллаға жақындайды. Ол мен мұсылман баласымын, ата-бабам атақты ақын болған, атақты әулие болған дегеннен пайда болмайды. Адам баласы үшін әрекет жасау керек. Қазақтардың мақал сөз бар. Әр қошқар өзі аяғымен байланады дейді. Әркім біз айттық қой, Алладан келдік, және Аллаға қайтармыз. Ертең қабірге барғанда әр адам баласы өз үшін жауап береді. Әр қошқар өзі аяғымен байланады деген сөз, әркім Алланың қасында жасаған жақсылық үшін, жасаған жамандық үшін өзі жауап береді. Ол өтіп кеткен аталарымыз, ол әулие болсын, ол батыр болсын, ол елі жарылған болсын, ол өз алдына сауабын алады. Бірақ шариғатта кез келген адам баласына, мұсылман баласына, қыз баласы 9 жасқа толғанда, ер баласы 12 жасқа толғанда намаз парыз болады. Құлшылық парыз болады, құлшылық жасау міндетті. Қазіргі күнге дейін Алла бізге, біреуімізге намаз оқуды нәсіп қылған болмаса, ертең ораза бітісімен намаз әрекет жасауға болады. Ол кәмелет балиғат жасқа толған адамға құлшылық жасау парыз. Алла кімнен сұрамайды құлшылық жасамағанда? Шариғатта мәжнүн дейді. Ауырып көтеріліп жүрген адамдар болады, ақыл есін білмейтін. Сондай адамдардан Алла сұрамайды. Олар себебі денсаулығы жоқ, ақыл есі дұрыс емес, жақсы жаманды білмейді. Жақсы жаманды білген адамға, бас пайдасын білген адамға, денсаулығы бар адамға Алла нағыл деді, қаулы Алла Тағала. وَمَا خَلَقْتَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Алла Тағала адам баласын және жындарды нағыл деді, өзіне құлшылық үшін жаратты. Бұл құлшылықтан Алла бұйырса, соншама 124 мың пайғамбар, қаншама сахабалар, қаншама мұсылман баласы осы күнге дейін дүниеден өткен болса, біздің де осы күніге өмір сүріп отырған күніміз біреуімізге 10 жылдан, біреуімізге 20 жылдан бізді болашақтағы жастарға, болашақтағы ұрпақтарға бізді өтіп кеткен мұсылман болып саналамыз. Олар да айтады 15-20 жылдан кейін.
Осы жылдары ағаларымыз бар еді, аталарымыз бар еді, ораза ұстайтын еді, Алла рахмет етсін деп. Біздің қазіргі өміріміз болашақ жастарға тарих болып қалады. Біз сол тарихта қалу үшін біз жақсы үлгі көрсетіп өмірден өтуіміз керек. Ол адам баласы пендешілікке салынып, дүниенің көптігіне, болмаса бір көкесінің барлығына, ағасының министр болғанына сенбеу керек. Біз айттық қой. Мұсылман баласына Алла кәмелет балиғат жасқа толғаннан кейін, құлшылықты парыз болғаннан кейін, біз міндетті түрде құлшылық жасауға тиістіміз. Біз құлшылық жасамағанда, мешітке келмегенде, Алланы еске алмағанда да Алла растамады. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз. Құранда айтып тұр, Алла растамады. Біздің еш нәрсемізге Алла мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз. Біз бір тамшы суда жаратылғанбыз. Осы дүниенің өзі жалған болатын болса, осы жалған дүниенің ішінде біз де бармыз. Осы жаратылыстың ішінде біз де бармыз. Ажал деген нәрсе есігінде толып тұрған бір жабық есік сияқты деп құрмет шамалы. Мына есік жабық тұратын болса, мына есік жабық тұрған есік. Күндердің күні ашылып кетуі мүмкін. Ашылып та ол. Біз өлмейтін шайтан емеспіз. Сол жабық есік ашылмай тұрып, ажал келмей тұрып, адам баласы есті жеу керек. Алла адам баласына ақыл мен нәпсіні берді. Егер де адам баласы өмірінің көбін, уақытын көбін ақылды пайдаланбай нәпсіге берілетін болса, онда адамның ұтылғаны. Егер де адам баласы ақыл, нәпсіні қалағылап контроль жасап өмір сүретін болса, онда Алланың бергені. Егер де біздің нәпсіміз ақылды контроль жасайтын болса, онда Құдай сақтасын. Нәпсі нені қаламайды? Нәпсі зұлымдық жасауды қалайды, біреудің көз жасына қалуды қалайды, ішімдік қалайды, темекі тартуды қалайды, адам өлтіруді қалайды, зина жасауды қалайды, карта ойнауды қалайды. Нәпсі жер бетіндегі барлық ауыртпашылық, жаман іс әрекеттер болса, нәпсі қалайды. Нәпсі ол жақсы нәрсені қалайды, құлшылықты қалайды, ішіп-жеуді қалайды. Нәпсі қалай кез келген нәрсе. Егер де сол нәпсіні ақылмен біз өлшеп, пайдаланып, ақылдың күш-қуаты нәпсіні басып тұратын болса, нәпсіні билеп тұратын болса, нәпсі ондай жағдайға бармайды. Сол үшін біз ақылды пайдалану үшін біз рухани күш-қуат алуымыз керек. Біздің бойымызда рухани күш-қуат болмаса, біз нәпсінің айтқанына еріп кете береміз. Рухани күш-қуат алу үшін біз Алланың берген білімін ізденіп, сол білімді алуымыз керек. Біз пендешілік аптасында 5 күн өкіметтің жұмысындамыз дейміз. Дұрыс па? Қалған сенбі, жексенбі, біреудің 7-сі, біреудің садақ 100-і, біреудің жылы, біреудің туған күні, біреудің беташары бітпейді. Сонымен біз өміріміздің қалай басталып, қалай біткен білмей қаламыз. Бірақ сол аптаның 5 күнді өкіметте жұмыста болсам да, сенбі, жексенбі болғанда, ең болмаса, Алла разы болу үшін. Аптаның 2 күнде 1 сағаттан уақыт бөліп, мешіттерге барып ілім алсаңыздар, адам баласы рухани күш-қуат жинайды, адам баласы Аллаға жақындайды. Манағы айтқан, біз нәпсінің айтқанына еріп кетпейміз. Егер де біз ілім алмайтын болсақ, Алланың үйіне жақындамайтын болсақ, діннен хабарымыз болмаса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тапсырған жолымен біз жүрмейтін болсақ, таңғы 3-4-ке дейін дискотекаларда, кафеларларда отырамыз. Можан әңгіме айтып,
ұйқыдан қалып көз аяғы жылтырағаннан басына аяғына қарап таңның атқанын білмей ол намаз оқымай тұрсын, таңертең жұмысқа бет алып қалып жындарымыз отырамыз. Мынау нәрсенің қабылдағаны. Нәрсені қалайтын істейтін болсақ, әсіресе біз ислам мемлекеті болмағандықтан, біз ғайырлы мемлекетте өмір сүріп жатқандықтан, дінді зорлықпен жеткізудің де қажеті жоқ. Ешкімді дінге зорлықпен де шақырмайды. Біз ақыретке қамдану үшін әр адам баласы өзі ақыреттің азығын жинау керек. Ол әкім, ол патша, ол имам, ақсақал сенің үйіңе есіңді қағып, мынау 5 бірі қалтаңа салып қой демейді. Миллиондаған ақшаң болатын болса да, Алла нәсіп қоймаса, білімді ізденбесең, ол Құранды сатып алғанмен де пайда жоқ. Алла мына сенің жүрегіңе, сенің басыңда миыңа қондырмаса, миға қону үшін, жүрекке жайғасу үшін Алланың сөзі біз соны ақшамен сатып алмай, аптасында ең болмаса демалыс күндері 1 сағат, 2 сағат келіп, уақытымызды бөліп үйренетін болса, Алла бізге нәсіп қылады. Әрине, 5 күн жұмыста болып, бала-шаға бағамыз сенбі, жексенбі қалған жаңағы қызықтармен өткізетін болса, ілім де болмайды, шапағат та болмайды. Шаң басқан жүрек өткен сайын шаң басып жата береді. Қазіргі таңда көптеген бауырларымыздың міндеті молда қай кезде керек. Бір баласы армияға кететін болса, келін алып үйленетін болса, неге қию үшін. Баласын сүннет ететін болса, молдаға келіп бата беріп кетті. Ол да жақсы нәрсе, жақсы амал. Молданың келіп неке қиып кеткені, келіннің некесін қиып. Бала әскерлікке баратын болса, бата беріп кеткені, ол да жақсы. Ол күнделікті қажет нәрсе. Бірақ ақырет қажет нәрсемізді жинауымыз керек. Молда айтып кетсе, намаз оқы деп кетсе, сен өзің намаз оқымайтын болсаң, одан не пайда? Алла Тағала қасиет Құран кәрімде баяндайды, қала Аллаху Тағала, иқра китабак дейді. Қиямет күні сен кітабыңды оқы дейді. Ол кітап қандай кітап? Ол кітап манағы жоғарыда айтқан кәдемендердің кітабы. Оң ектағы, сол ектағы періштелердің біздің осы өмірде қанша жыл өмір сүрдік, қандай амал жасадық, сол кітабыңды Алла оқы дейді. Қиямет күні. Адам баласы сонда жалтаңдап, пана іздеп бастайды дейді. Жасырынатын жер іздейді дейді. Қиямет қайым болған кезде, сонда Қиямет сүресінде Алла бұлай дейді. Кәллә лә вазар. Иля раббика яума изинил мустақар. Ей пенде, қайда жалтаңдайсың? Саған берген өмір тоқтатылды. Енді сен есеп бересің. Иля раббика яума изинил мустақар. Алла Тағала бүгін осы күнді саған тағайындады. Сол күнге біз жетпес үшін әрекет жасап қалуымыз керек. Қаншама ел басқарып отырған ағаларымыз бар, қарап отырсақ. Қыз балалар бар да, ұл балалар жоқ. Ер бала жоқ та, былайша айтқанда. Алла адам баласына бір жағынан берсе, бір жағынан қысады. Құдайға шүкір. Біз шүкірлеуіміз керек. Біз сол шүкіршіліктің арқасында, кішіпейіліктің арқасында біз бұл дүниенің бақыттылығына жетеміз. Осы дүниенің бақыттылығына жетеміз, ақыретке азық жинаймыз. Әрқашанда адам баласы тәкаппаршылықтан сақтану керек. Қаншама сол тәкаппаршылықтың арқасында жастардың өзі қолдарына кісен салып, тіпті құлшылық жасап намаз оқып жүргеннің өзінде сотталып түрмеде жатқан жастарымыз бар. Ол ненің арқасы? Ол білімсіздіктің, ол ақылсыздықтың, үлкенді тыңдамағандықтың, басшыға бағынбағандықтың арқасында. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін
30 жылдай, 33 жылдай халифалық заман өтті. Халифалық заман деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін сол 4 халифа басшы болғанда дүниежүзі мұсылмандардың патшасы болды, басшысы болды. 4 халифа өмірден өткеннен кейін әр мемлекеттің өзінің басшысы болды. Өзбектің өзінің патшасы болады, қазақтың өзінің патшасы болады, Иранның өзінің патшасы болады. Былайша айтқанда әр мемлекеттің барлығы мұсылман, барлығы өзінің басшысы болады. Айтайын дегенім, Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде баяндайды: «Я айюхаллазина аману атиуллах ва атиур расул ва улил амри минкум». Садақаллаху алейхи. Ей Аллаға иман келтіргендер, атиуллах, Аллаға мойынсыңдар дейді. Ва атиур расул, Алланың жіберген елшісіне мойынсыңдар дейді. Ва улил амри минкум, Алланың елшісінен кейін сіздерге кім басшы болады, соған мойынсыңдар дейді. Алланың айтқанын тыңдау бізге бұйрығы парыз болатын болса, басшының айтқанын тыңдау важип міндет. Біз сол важип деген сөзді ашып анығына жететін болса, көзімізді ашып қарайтын болса, ешқандай мұсылман баласына зиян келмейді, діннің апаты келмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі үмметтеріне сіз бізге өсиет қалдырғанда діннің апатынан сақтаныңдар деді. Білімсіздіктен сақтаныңдар деді. Ол сен құлшылық жасап жүріп, отбасыңды бағып жүріп, мемлекетке қайырым тиіп жүретін болса, соның өзінде саған жаңағындай зорлық, зомбылық, қиянат жасайтын болса, адам баласы шаршайсың ғой. Ар жағында амалға байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна Аллаха ла янзуру иля суарикум, валакин кулубикум, валакин аъмаликум» дейді. Алла Тағала адам баласының түр-әлпетіне қарамайды. Алла Тағала адам баласының жүрегіне және амалына қарайды дейді. 4 сүрені жаттап алып, сен өзің Құдайдың орнына пәтуа беріп, үкім беріп, сен намаз оқымасаң кәпірсің, тозаққа түсетін деп пәтуа беретін болсаң, Құдайдың рөлінде рөл атқаратын болсаң, сол адамды діннің апатына ұшыраған адам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ман ахиру калам ла илаха иллаллах дахалал жанна». Кім өмірдің соңында құлшылық жасамастан ла илаха иллаллах Мұхаммад расулуллах деп Аллаға иман келтіріп, шынайы Алланы мойындап кететін болса, ол түбінде тозақта қалмайды, түбінде жәннатқа барады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман баласы иманды болып өткен адам түбінде жәннатқа барады дейтін болса, қазіргі таңда сандалып пәтуа беріп жүрген адам ол пайғамбарымыздан артық емес. Тікелей намаз оқымаған адамға сен кәпірсің, сен тозаққа барасың деп. Не үшін біз айтып отырмыз? «Инна Аллаха ла янзуру иля суарикум, валакин кулубикум ва аъмаликум». Алла осы отырғандарыңыздың ішінде, сіздің жүректеріңізде не жатқанын біз де білмейміз. Ақиқатына келетін болса, қаншама жүректеріңізде мейірімділік бар екен, біздің де көзіміз жетпейді, ақылымыз жетпейді. Сондықтан пәтуа беруден сақтану керек, құрметті жандар. Шариғатта бала өзінің әке-шешесін тыңдау міндеті, құрметті жандар. Қыз бала болсын, ер бала болсын. Жастар үлкендерді тыңдау құрметтеу міндетті. Шариғатымызда шәкірттер өзінің ұстаздарын тыңдау міндетті. Әйелдер өзінің еркектерін тыңдау міндетті. Репрессияның алдында, баяғы заманда келіндеріміз, жеңгелеріміз, азаматтардың әйелдері қалай болған, қазір қалай? Қазір ашуға беріліп, құлағын қатырап, ұрап, бір шапа тұратын болсам, жарты сағаттан кейін участковый есікті қағып тұрады. Дұрыс қой, бұл жатқан жағдай ғой. Бұл ненің белгісі? Бұл сол келіннің, сол қыз баланың кезіндегі
сабырлықта түсінбегендіктен кезіндегі дұрыс толып үлкендерді сыйламауының арқасында сондай у-шу шығып бастайды. Ол ер азамат отбасын бағып, тапқан нәпақасын үйге әкеліп тұрса, мына нәрсені ұмытпайық, шайтан біздің қанымызда бар, әрқашанда адам баласының арасына іріткі салып жүреді. Сен шағын болып, бала шағымды бағам деп, әке шешемді бағам деп, айлап жылдап далада жүресің. Шайтан келіп үйдегі келіншегіңді, әйеліңді аз болуы мүмкін. Болат келіншегіне осыласа салып, жүрегіне ой салады. Ана Болат деген бұл қаңғы бас, сен жұмыста жүрде ойлап жүрсің, ол жүр анақта. Басқа біреумен дейді. Адам баласы ғой. Адам баласы, шайтан азғаннан кейін адам баласы жайлап әртүрлі ойға кетіп бастайды. Қазақта айтады ғой. Мұң көргеннен бір кездескен артық деп. Ол шайтан адам баласының дұшпаны, қарсы дұшпаны болғандықтан кейін ол үйдегі қарындастарды, келіндерді, келіншектерді біз айттық қой мана. Жалған дүниені, аспан жерді Алла Тағала жаратпай тұрып, адам баласы Алла Тағала тағдырды 70.000 жыл бұрын жаратты деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде, өсиетінде. Ол біреудің қарындасы, біреудің қызы сенің тағдырыңа жазылып әйел болғаннан кейін, сенің жарың болғаннан кейін, адам баласы сол еркекті, ер азаматты міндетті түрде құрметтеу керек. Қай кезде әйел баласы келін жау жасауға болады, Құдай сақтасын. Ол ер азаматы тапқан табысын таңға дейін рахаттанып отыратын болса, темекі тартып отыратын болса, тапқан табысын бәрін қалтасын босатып үйге бала шағаны бір жұтым суға, бір ауыз нанға зарылып қойса, онда әйел баласы жау жасауына болады. Бұл оңбаған, бұл Құдайдан безгендер. Сондай қиыншылықтар, сондай жағдайлар болмай тұрып, адам пендешілікке баруды қою керек. Әрине, қазақта айтады ғой, үй болу оңай, үйленіп оңайда үй болу қиындыр. Ол ырыс-аяқ сылдамай тұрмайды. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманнан бері қарайтын болсақ, барлық мұсылманның отбасында азды көпті пендешіліктер болған. Болады да ол. Себебі Алла Құранда айтады, Аллаху Тағала әл-ата алал-инсан дейді. Мен адам баласын инсан қылып жараттым дейді. Инсан дегені ұмытшақ қылып жараттым дейді. Бізді Құдайдың өзі пенде әлсіз ұмытшақ қылып жаратқаннан кейін бізді соны естен шығармауымыз керек. Манағы айтқан, бізге жәннат ғажып болу үшін, біз жәннатқа жақындау үшін, жасаған жақсылықтарымыз ертең жәннатқа апару үшін біз кез келген жақсы амалымызды, істеген әрекеттерімізді міндет қылмай отырсақ құрметті жамағат. Сондықтан бұл міндет деген нәрсе, маннан деген нәрсе қиын жағдай. Ол басында болды. 2000-2001 жылдары одан бері қарай елшілік болсын айтатын еді. Менің берген 50 теңге 70 теңге пітір садақам қайда кетті деп. Ондай да уақыттар болды. Ол заманмен заман, 15 жыл арада уақыт өтті, бірақ қазір халықтың ал-ахуалы да, халықтың Аллаға деген махаббаты да, халықтың сана сезімі, сауаты, имандылығы біраз өскен. Көп өскен. 2000 жылдары біз осы мешітте бар жоғы айт намазды 100 шақты адам оқып едік. Сенесіздер ме? Айт намаздың өзі біз 100-150 адам болып намаз оқып едік осында. Жұма намаз айтпайық. Айт намаз тұрмақ. Қазір жұма намаздың өздеріңіз куә болып отырсыздар. Мына қапталдағы залымыз, мына сырттың өзі, тіпті далада күннің астында келіп, қай мешіттер болса сыймай жатады.
мұның барлығы бұл жамағаттың Аллаға жақындағанның арқасы. Өздерінің еңбектерінің, өздерінің Құдайды сүйгендерінің арқасы. Егер адам баласы Құдайды сүймейтін болса, үміттенбейтін болса, бұл мешіт сол 2000 жылдағы сияқты айт намазының өзі 100 адаммен шектеліп жатады. Құдайға шүкір деу керек. Осы бағытта біз айнымайтын болсақ, иншалла болашағымыз жаман болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір өсиетінде хайруkum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu дейді. Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп және үйреткендеріңіз дейді. Ол 5 уақыт намаз оқу үшін Құранның бәрі жаттау шарт емес. Намазға тиесілі сүрелерді жаттап, Алла разылығы үшін қатесіз үйреніп, аптасында демалыс күндер уақыттарыңызды бөліп, соған әрекет жасап, өздеріңіз үйреніп және өзіңізге үйрететін болсаңыздар, иншалла Құранның әрбір әрбіне Алла Тағала пендесіне 10 сауап жазады екен. Фатиха сүресінің, Ихлас сүресінің өзі 4 аяттан тұрады. Құл хуаллаху ахад деп бір аяттың өзін оқисақ, қатесіз қаншама сауап жатыр. Құл хуаллаху ахад деп. Егер ол Ихлас сүресін біз толық қабыл оқитын болсақ, Алла бізге қаншама сауаптар береді. Ол Алла өзінің жаратқан пендесіне зұлымдық жасауды, қиянат жасауды қаламайды. Пенде өзінің сабырсыздығымен, шайтанның азғығымен сол күнәға жақында бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сен өзің күнәдан пәк болатын болсаң, Алланың құзырында ешқандай сенің бір кемшілігің болмайтын болса, Алланың қаһарынан неге сескенесің? Біздің сескенетіміз біздің өзінің ар жағымызда шикілік бар да, шикілік болмайтын болса, біз сескенбейміз. Әрине періште емеспіз. Сондықтан құрметті жамағат, бұл қасиетті Рамазан айы, мана айттық қой, адам баласының пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, өткен оразадан қазір бір жыл өтетін болса, сол бір жыл күнәларын кешіреді деп, Алла Тағала баршамыздың бір жылдық күнәларымызды кешіргеннің қатарына жатқызбай. Бұл ораза тек қана нәпсіден тыйылып, аш сақтау емес, қияметте Алла Тағала жәннаттың есіктерінің бірі Райяндай аталып, сол Райян есігінен ораза ұстаушылар ғана кіреді дейді. Қазіргі таңда біздің қаншама таңдайымыз көп, қаншама күннің ыстығына қарамастан, осы дүниеде біз нәпсізбен күресіп, Алланың жалап берген өмірін, алтын уақытымызды бөліп, ораза ұстаумен өтетін болсақ, иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сол Райян есігінен тек қана ораза ұстаушылар келеді дейді. Алла баршамызға сол Райян есігін ақыретте нәсіп қылсын. Енді қасиетті Рамазан айында жатырмыз ғой. Рамазан айында айттық қой, қолымыздан келгенше мына нәрселерді ескеруіміз керек. Көп жағдайларда мұсылман балдары өзінің дәулеті, дүниесі жетіп, зекет парыз қылатын жағдайлар болады. Қасиетті Рамазан айында кімде-кім жақсылық жасайтын болса, айттық қой, бірге 10, 10-ға 70, 70-ке 700 ар жағы есепсіз Алла сауап береді деген. Өздеріне Алла Тағала дүниені көбейтіп, дәулетті көбейтіп, қаржыларын парыз беру жағдайына жеткен болса, ары қарай елдің ішіндегі жағдай жоқ, мұқтаж жандарға зекеттеріңізді беруге әрекет жасаңыздар. Егер де мұсылман баласы өзінің зекетін жағдайы жоқ, мүмкіншілігі жоқ адамдарға көмектесетін болса, ол адамдар ары қарай қылмыс жасамауына, ары қарай біреудің дүниесін ұрламауына біз себепші болып қаламыз. Зекет беретін адам аяғының астында өзінің бала-шағасын бағу үшін бір машинасы, бір үйі есептелмейді. Одан артық жинаған күмісі болатын болса, алтыны болатын болса, ақшасының саны қарызы болмайтын болса,
40 мың теңгеге жеткен болса, содан 1000 теңге сіз зекет бересіз. Зекет деген пәтерге жатпайды. Егер де сенің қолыңдағы ақшаң қазіргі таңда 40 мың, 45 мың теңге болып, сен 15 мың теңге қарызың болып, қарызыңды беріп, қалған ақшаның саны, жинаған қорың 40 мыңға жетпейтін болса, 39 мың, 38 мың болатын болса, оғанда зекет парыз болмайды. Көрдіңіздер ме? Алла Тағала пендесіне қиянат жасамайды. Біздің шариғатымыз бізге қиянат жасамайды. Егер де сол 40 мың теңгеге жетіп, 80 мың теңге болса 2 мың теңге, 120 мың теңге болса 3 мың теңге, 200 мың теңге болса 5 мың теңге, солай кете береді. Қолдарыңыздан келгенше, бұл дүниені ешкім арқалап өткен жоқ. Қаншама байларымыз, қаншама батырларымыз, қаншама дүние жүзін басқарған мұсылмандардың барлығы Алла нәсіп қылып 10-20 метр ақшөберекпен 2 метр жерге кетті. Сондықтан біз әрқашанда зекет берсек те, біреуге қол ұшын созатын болсақ та, біз қоғамға, біз мемлекетке пайдамызды тигіземіз. Біз мұқтаж жанның мақсатына жеткіземіз. Біреудің үйінде свет жанбай тұр ма, біреудің құдығында су жоқ па, біреу балдарына алдағы уақытта киім-кешек жетпей ме, мектепке жатыр деген сияқты. Іздеп, сұрап, айтады ғой, қажетті жерлерге, нуждайшы жерлерге жақсылықта әрекет жасап қалу керек. Біз осы Алланың әмірді мойындап, зекетімізді уақытылы беріп, жақсылығымызды уақытылы жасап тұратын болсақ, біздің дүниемізді Алла қорғайды. Оның керісінше, қаншама бауырларымыз бар, маңдайы сәждеге тимеген, өздеріңіз сияқты ең болмаса қабір күні оразаға мешітке келуге де Алла нәсіп қылмаған. Миллиондаған ақшалары бар, бірақ таңғы 3-ке, 4-ке дейін картты басып отырады, 5 миллион, 10 миллион теңгені картқа жібереді, скорый шақырып, больницадан комадан шығады. Ерік өзі еркін, Алла бізге ерік беріп қойды. Біз жаңа айтқан, нәпсінің айтқанына еретін болса, тапқан табысымызды таңға дейін отырып, шайтанның жолына жұмсаймыз. Егер Алладан қорқатын болса, тапқан табысымызды жинап, соның артығын жол жетіп кедейлерге, мұқтаж жандарға жеткізіп тұрамыз. Сол таңғы 3-4-ке дейін 10 миллиондап картаға жіберіп, скорыймен больницада жатқан бауырларды төлейміз. Сондықтан дүниені Алла сынақ үшін беріп, құрметті жамағат. Омар разияллаху кезінде халифа болды, ол кісі білесіздер. Дүниежүзі мұсылманның басшысы болды. Сол кісіге қай өлкеден зекет болсын, қор болсын, жиналған ақша болсын әкеліп бергенде, сол кісі соны таратып, халыққа таратып бермейінше тынбайтын еді. Халыққа таратып бергеннен кейін демалатын еді. Бізде керісінше ғой. Мемлекет қазынадан бөлетін болса, 5 этаж мектебіміз 3 этаж болып қалады да, 6 этаж больницамыз 4 этаж болып қалады да, қалғаны шетелге асып жатамыз. О шетелде банктер банкрот болып жатқанда, халықтан маңдай тері, ұрлықпен жинаған ақшаның барлығы ауаға ұшып кетіп жатады. Сондықтан қандай амал жасайтын болсақ та, іс-әрекет жасайтын болсақ та, ойланып жасаған жақсы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мән қадылқа" дейді. Сен біреу үшін, елің үшін жақсылық жасасаң, артының қайырын көресің дейді. Біреу үшін, ағайының үшін, мемлекет үшін, ел үшін қиянат жасасаң, артының қиянатын көресің дейді. Қазақта айтады ғой, дүние алма кезек деп. Біздің іс-әрекетіміз қандай болатын болса, біз сондай мақсатқа жетеміз. Біз егін еккенде бидай егетін болсақ, бидай аламыз. Басқа жаман нәрсе егетін болсақ, сол жаман нәрсемізді жиып аламыз. Жаман нәрсе біздің тұрмысқа жетеді, жаман нәрсе бізді бейшара қылады, жаман нәрсе біздің абыройымызды түсіреді, жаман нәрсе бізді мұқтаж қылады, жаман нәрсе бізді күндердің күні халықтың арасында азан
шақырып қойған атымызды атауға ұялатын дәрежеге жетеміз. Жаман нәрсе осындай нәрсеге жеткізеді. Жақсы нәрсе болатын болса, бізде елдің ішінде азан шақырып қойған атымызбен атап, бәленшенің баласы Алла риза болсын, өмір жасың ұзақ болсын, өркенің өссін, алдағы мақсатыңа жет деп, атамыз айтады ғой, алдын алма алғыс ал дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дуа силахил муъмин дейді. Мұмин адам, мұсылман адам дұға жасау арқылы өзіне қорған табады, өзіне қорған жасайды дейді. Біз дұға жасайтын болсақ, өзімізге бұл дүниеде қорған жинайтын болсақ, ақыретте шапағат нәсіп қылатын болса, халқын алғысын алатын болса, иншалла біздің өміріміз ұзақ болады. Кез келген жақсылық, біз садақаны былай деп түсінеміз, міндетті түрде бір қойды сойып, халықты шақыру керек. Жай жылы сөздің өзі, біреуге күлімсіреп қарағанның өзі құрмет саналып, садақа болып саналады. Ол біреуге бір жарты апарып берсең де садақа болып саналады. Садақа міндетті түрде қой сою емес, әркімнің жағдайына байланысты. Бар адам көп береді, аз адам барын береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, қасиетті Рамазан айында ең болмаса бір кесе сумен де, бір кесе сүтпен де ораза ұстап жүрген адамның аузын аштырса, ораза ұстаған сауабын аласың. Кімде-кім қасиетті осы Рамазан айында, Рамазан айы Алланың парызы, исламдағы 5 парыздың біреуі деп, ақыретке иман келтіріп, Алла разылық ұстайтын болса, бір күн ораза ұстаған үшін Алла Тағала сол пендесін 70 жыл тозақтан сақтайды дейді. Бір күн ораза ұстаған үшін. Біз қанша ораза ұстап жатырмыз? Осы жылда ораза 29 жыл. Алла өмір берсе, алдағы уақытта да ұстаймыз. Бір күн Алла разылығы үшін біз ораза ұстайтын болсақ, Алла Тағала бізді 70 жыл тозақтан сақтайтын құрмет саналады. Оразаның кезінде біреу артық сөйлеп жатса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманда айтады екен, «Инни саимун». Біреу пендешілікпен артық сөз айтып жатса, әкең шешең деп жатса, оның орнына Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деді, «Инни саимун». Менің аузым оразада жауап беріңдер деді. Яғни сабырлықты білдіріңдер деді. Біреу жаңағы қатты сөзге, пендешілікке балағаттап жатса, оның бір сөзіне сен екі есе жауап беріп жатса, біздің сабырлығымыз қайда, оразаның қасиеті қайда. Ораза адам баласы нәпсіне берілмей, қасиетті Рамазан айында не ұрлым, қаншама өз басына ашу келіп жатқанда, сол ашуды жұтып, сол ашуды жеңетін болса, қасиетті Рамазан айында біздің оразамыз ораза болады, құрмет жамағат. Ал құрмет жамағат, енді бір жарымда тағы да имамдарымыз уағыз айтады, сол бір жарымға дейін барып, аяқтарымызды жазып, дәретті жаңалап, қасиетті қадір түні ғой, келіп, қосымша қаза намазы болсын, нәпіл намазы болсын, намаздарымыз оқыларыңыздар. Келесі уағызға дейін. Иншалла бұл Алла Тағала уәде берді ғой, қасиетті қадір түні 1000 айдан артық деп. Иншалла сағат 3-ке дейін уағыз жалғасап, құлшылықты жасаймыз. 3-те осында сәресі дайындап жатырмыз. Сәресімізді жеп, ары қарай таң намазға кірісеміз. Құдай қаласа, таң намаздан кейін баршамыз өзіміздің отбасымызға, өзіміздің жұмысқа ораламыз. Алла баршамызға разы болсын. Келесі қасиетті Рамазан айына баршамызға аман сау жетуге Алла жеткізген. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва